Сәлем everybody. Үйде өзіммен бірге 80 жастағы папам тұрады. Үйде өзі жүріп кәдімгідей ішіп сат. Сосын бір отпуск кезінде центр досугыға апардым. Осы Орал қаласында бар екен центр досугы. Специальный пенсионерлерге кәдімгідей ішінде бәрі бар. Таңертең кіреді, кешке бір шығады. Тек тамағын өзің апарады екенсің, қалғанның бәрі бесплатно. И соған апардым. Кірдік. Кіргенде куратор алдымыздан атып шықты. Оларға наоборот адам келгені керек екен, адам келмесе жабылып қалады. Куратор мәз болып атып шықты, келіңіз деп. Сосын жаңағы келіңіз жүріңіз, мен сізді комнаттармен таныстырайын, адамдармен таныстырайын деп. И сосын мен қасында жүрмін енді. Бір кезде бір комнатты ашты, міне қараңыз, мынау біздің йога бөлмеміз. Бұл жерде йогамен айналысады. Міне деп ашты. Ашты, ішінде бір 5 кемпір, мынандай обтягивающий киіп алған, кәдімгідей йогамен айналысып отыр, кәдімгідей созылып, керіліп. Сосын папа бүйтіп аузын ашып қарап тұр. Сосын айтады, маған да айналысуға бола ма осылай деп. Әр адамға, любой адамға болады дейді. Қазір даже айналысып көрем десеңіз, айналысып көріңіз дейді. Мен айналысып көрейінші деп, ана жерде бір алаша бар екен, көбірек, соны алып, кемпірлердің артына барып тұрып отыр. Сосын ана куратор айтады, ағай, артына бармаңыз, мына бір қатармен жанына келіп тұрыңыз. Папа айтып тұр. Жоқ, мен осы артында тұрып істей берейін, артынан тұрып. Жоқ, артында тұрып болмайды. Келіңіз, жанына тұрыңыз. Бір кезде папа, жақсы, істемей-ақ қояйын. Көбіректі қойып шығып кетті. Білмеймін, неге артына тұрғысы келген. Содан екінші комнатты ашты. Мынау деген біздің игровой зал дейді. Бұл залда жаңағы шахмат ойнайды, теннис ойнайды дейді. 3-4 кемпір шашқы шахмат ойнап отыр. Мынау біздің кухня дейді. Бұл жерде жаңа обед кезінде шай ішеді, тамақтарын алып келеді, өздері тамақ ішеді. Тоже бір 5-6 кемпір шай ішіп тамақтанып отыр ана жерде. Сосын ана жерде 5 комнат тұр, 5 комнат. Бұл 5 комнат пустой тұр. Бұл комнаттарға кіріп, ішіне кіріп жатуға болады. Жаңағы өзіңіздің замандастарыңмен кіріп әңгіме айтуға болады дейді. Папам бүйтіп қарап тұрып, не ма? Ішінен кілттене ма комнаттар? Оны неге сұрадыңыз? Жай просто енді ұйықтап атқанда ешкім мазаламасын деген ғой. Кілттенеді. Не ма? Деп папам сұрап отыр. Жарлары қалай, немен бөлінген? ДВП, ДСП ма? Әлде не ма? Тас па? Жарлары не? Қалың, жақсы, таспен жылы. Оны неге сұрадыңыз? Жоқ, сол кезінде строитель болғам, сол профессиональный привычка ғой. Мен ішімне ойлап қоям, қайдағы строитель? Өмір бойы географиядан сабақ берген жоқсың ба? Не екенін білмеймін. Ішінде кілең кемпірлер ғой, бір 25 кемпір жүр ғой. Бір кемпір бұлай өтіп кетеді, бір кемпір бұлай өтіп кетеді. Папаға қарап қояды, ол да оған қарап қояды, білмеймін. Сосын жаңа куратор айтады, маған айтады, сіз не істейсіз? Пока осындай боласыз ба, қарайсыз ба, әлде кете бересіз бе? Бір кезде папа тұрып маған айтады, сен не ғой, не шеш, кете бер сен. Примерно бір айдан кейін келіп алып кетерсің. Куратор айтады, ағай, бір ай емес, бұл кешкі 6-ға дейін істейді, 6-тан кейін жабамыз. Мен айтам, мен бүгін енді отыра тұрайын енді, қарап, не бар екен, қалай болады екен, қарайын. Жақсы онда, ана жерге отыра тұрыңыз, мен бұл кісіге жаңа бизалын, анау бәрін көрсетейін. Кетіп қалды, мен ана жерде бір кемпір отыр екен, соның қасына барып отырдым. Анау кемпір, анандай кемпірлер болады ғой, анандай бір современный. Бір түрлі мынандай шашына прическа істеп алған, шортымен. Сондай кемпір екен, қасына барып отырдым. Қасына барып отырсам, мынандай аяғында бір татуировка тұр, кәдімгі сурет, бір шалдың суреті. Сосын мен бүйтіп қарап отырдым да, абай, татуировка салып алыпсыз ғой дедім. Татуировка. Бұл татуировка кезіндегі, жас кезіміздегі татуировка ғой. Кезінде гудет еттік қой, жас кезіміздегі. Енді мынау бір шалдың суретін салып қойыпсыз ғой десем.
қой бұл шал емес, қайдағы шал, бұл Адриано Челентано, еще жас кезі. Міне бүйтіп алды да терісін бүйтіп тартты, ананы бүйтіп тартқанда шынымен де жас жігіт екен анау. Иә, теріні бүйткеннен кейін кәріліктен анау шал болып тұр екен. Иә, если что, міне арқамда Фрэнк Синатраның жас кезіндегі суреті бар дейді. Көрсетейін бе? Мен айтамын, жоқ апай, керек емес. Ішімнен айтып қоямын, тағы бір шалды көргім келіп тұрған жоқ деп. Содан ана кемпір кетіп қалды. Бір кезде бір кемпір келді, кәдімгі маған қарап, кәдімгі акцентированно маған қарап келді де, қасыма келіп отырды. Амансың ба балам? Иә, не ма? Анау сенің папаң ба? Иә, нешеде? 80-де. Мә, 80-де ме? Мен бір 60-та деп ойладым. Кәдімгідей молодец, жақсы сақталған екен. Не ма? Сенімен бірге тұра ма? Иә. Мен де сол баламмен бірге тұрамын дейді, кемпір айтады. Иә, бірақ енді соңғы кезде келінменен ұрысып, сыйыспай жүрміз. Сол себептен осында келем постоянно. Қай жақта тұрасыңдар дейді. Мен айтамын, Зачаганскта. Онда бір жер үйде болып тұр ғой. Иә, жер үйде тұрамыз. Қалай, үлкен қылып салдыңдар ма? Иә, 7 комнат қылып нән қылып салып алдық. 7 комнат дейсің бе? Иә, 7 комнат дейсің бе? Не ма? Кел балам, менде пирожки бар, пирожки әкелдім, пирожки жеп алайық кеттік. Жегің келіп тұр ма? Ну, давайте, берсеңіз жем ғой. Деп барып, кухняға кірдік. Пирожки берді, 2 пирожки. Пирожки жеп отырмын. Айтады, негізі мен өзім жақсы тамақ пісіремін. Еще былай мейірімдімін, жаңа қамқормын. Если что, мында міне котлет бар. Котлет жейсің бе міне? Өзім пісіргем. Ну, жейін, беріңіз, жейін. Сол жаңаға котлетін берді бір кезде. Котлетін жеп отырмын. Анау қоймайды, 7 комнат дейсің бе сонда? 7 комнат үйде бәрінде адамдар тұр ма? Мен айтам, 4-5 пустой тұр. Сосын бір кезде айтады, мә, қазір не? Би бізде. Би басталады. Мен кетейін деді, кетіп қалды. Бір кезде қараймын, тыңдаймын, бір айқай-шу естіледі, айқай-шу. Сосын жайлап барып қарасам, жаңа би зал екен. Би залында жаңағы маған котлет берген кемпірменен татуировкасы бар кемпір, менің папамның қасында тұр, екеуі айқайласып отыр. Анау айтады, бұл татуировкасы бар кемпір айтады, бұл кісімен мен жаңа уәделесіп қойдым, биде менімен пар болады деп. Анау айтады, сен уәделескенің былай тұрсын, сен бұған дәмең болмасын. Бұл шал менікі, бұның 7 комнатты үйде менікі. Мен баласымен келісіп қойғам. Мен мына аяқты тұрып басымда қасым, не болып кетті? 2 котлет беріп, менің еме кіріп алды, не болып кетті? Иә. Сосын жаңа би болды, әйтеуір анау мынау болды, бәрі болды. Содан кейін жаңа тарады, бәрі тарап кетті. Бір жаңаға енді 80 жаста ғой, енді 80 жаста болғасын несі бар, склероздығы бар, ұмытшақтығы, ұмытып қалады. Екінші күні таңертең тұрғаннан кейін кешегі не болғанын бәрін ұмытып қалды. Сосын мен айтамын, центр досугыға барасың ба деп. Айтады, ол не тағы дейді. Мен айтамын, кеше бардың ғой. Қой, мен барған жоқпын. Кеттік, оны барып қайтайық деп тағы бардым. Екінші күні ғой енді. Екінші күні келдік. Келгеннен кейін есікті ашты, қарасақ, утренний зарядка болады екен, бәрі 25 кемпір айналып тұр. Сосын бәрі айтып отыр, о, Нұреке, сәлем деп. Папа маған қарап тұрып айтады, мына кемпірлер мені қайдан таниды? Кеше келдім ғой. Ой, мен мұнда бірінші келіппін. Содан жаңағы ана котлет пісіретін кемпір келіп, кел Нұреке, мына жерден кел, мен қасыма тұрып зарядка істе деп. Анау татуировкасы бар бүйтіп айтып отыр, Нұреке, кел, мына жер бос. Сосын тағы ана жерде бір кемпір тұр екен, сол айтады. Не болды бұл кісіге? Склероздығы бар ма не? Иә, склероздығы бар. Кешегіні ұмытып қалып тұр уже. Мен склероздың жақсы емін білемін. Нұреке, кел, менің қасыма тұр. Деп алып кетті. Иә. Сосын мен өзім кетіп қалдым енді. Қазір енді 2-3 айдан бері соған барып жүр енді. Иә. Жақында той. Иә. Қазір енді күнде үйде таңертең жұмысқа котлетпен шай ішіп кетем. Жақсы, бүгінше осы. Жақсы көңіл күйменен
коммент, шер, лайк сіздерден. Сау.